осы заманғы дейін кез келген билеушілер, ел билеушілері әлеуметтік тұрақтылық сақтап қалу үшін діни қызметкерлерге, философтар мен ақындарға ғана қаржы бөліп келіп отырған. Бірақ бұлардан ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Олардан нәтиже де күткен жоқ. Егер адамдар тек жазалаудан қорқып дейді, сый үшін жүрсек, демек біз шынында ез екенбіз деген Альберт Эйнштейннің сөзі бар. Соңғы жылдардағы ғылыми зерттеулер адамдардың тынысын кеңейтті. Бұл соғыр сенім емес екен. Байлар мен билеушілер ғылымға ақшаны сала бастады. Егер ғылымға күш-жігерді салмағанымызда, айға дейін жетіп, микроорганизмдер табиғатын зерттеп, атомды ыдыратуды меңгере алмас едік. Адамдар мифтер ойластыра бастаған кезден-ақ ғаламның жұмбағын шешуге бас қатырып келді. Біріншіден, біз сеніп жүрген ақиқат деп ойлап жүрген аңыздар, яғни соның ішінде діндер, басқа да идеология болсын, ғылым күшейе бастаған кезде өтірікке айнала бастады.